Жаңа арналар осыны істеген кезде өсуі керек каналыңызды керісінше өсірмейтіндей етіп тастайсыз. Яғни өз каналыңызға өзіңіз зиян келтіресіз. Ең жиі шатастыратын нәрсе осы: контент бөлек, видео бөлек. Алгоритмнің ең ұнатпайтын нәрсесі де осы. YouTube'да бұл қателікті жасайтын арналар өссе де, бірақ қаралым жиналуда қиналады. Бұл видеода сізге YouTube'да жиі кездесетін қателіктер туралы айтатын боламын, және бұл қателіктер сіздің каналыңызға өте кері әсерін тигізеді. Ең алдымен осы қателіктерді жасап жүрген болсаңыз, уайымдамаңыз. Тұрақты түрде видео жүктеу арқылы каналыңызды қайтадан қалпына келтіре аласыз. Бірінші қателік — видеоны өшіру. Видеоны өшірудің қандай зияны бар? Бұл сіздің түсірген видеоңыз, сіз жүктеп салдыңыз, яғни видео сіздікі. Жоқ, YouTube сізге олай қарамайды. Мұны бір алгоритмдік біліммен емес, қарапайым сөзбен түсіндірейін. Ең алдымен біз YouTube'да жұмыс істейтін жұмысшы ретінде қараңыз өзіңізді. YouTube біздің офисіміз, және офистегі компьютерлер, орындықтар, үстелдер біздің салып атқан видеоларымызды елестетіңіз. Ал сол офиске келген көрермендер, яғни сіздің видеоңызды көрген көрермендер, сол орындыққа отырушы YouTube'тың қонақтары. Енді сіз сол қонақтардың астындағы үстелді алып, сыртқа лақтырып жібергеніңізді елестетіңіз. Сіздің ойыңызша бұл жағдайда YouTube сізге не істейді? Яғни біз жүктеген видеоларымызды өшіру арқылы YouTube'тың көрермендеріндегі астындағы орындықты тартып алған сияқты боламыз да, YouTube'ты сол көрермендердің, немесе көрермендердің, қолданушылардың алдында YouTube'ты ұятқа қалдырған боламыз. Өйткені сіздің сол видеоңызды сол моментте басқа біреу көріп отыруы мүмкін, немесе алдағы уақытта ол видеоңызды басқа біреу көруі мүмкін. Нәтижесінде ол видео уже сіздікі емес, ол YouTube'тың видеосы. Яғни YouTube сізге сол видеоңызды жүктеуге мүмкіндік беріп отқан ортадағы делдал ғана. YouTube'тағы видеоларымыз қаралмай жатыр екен деп, YouTube'тан видеомызды біз өшіре алмаймыз. Мұны көптеген арналардан көрдім, және өзімнің тәжірибемнен өтті. Екінші қателік — әртүрлі тақырыпта контент жасау. Байқаңыз, мұнда контент жасау деп айтып тұрмын, видео жүктеу туралы айтып отқан жоқпын. Ең жиі шатастыратын нәрсе осы: видео бөлек, контент бөлек. Бірден мысал келтірейік. Мысалы, сіз бір қоқыс шелегін видеоға түсіріп жатсыз делік, және сол жерден бір қызықты нәрсе көріп қалдыңыз. Сіз соны түсірдіңіз, видеоны жүктедіңіз. Бұл видео, контент емес. Сол видеодан енді контент жасасақ, мысалға, сол шелекті, яғни қоқыс шелек темірден, болаттан жасалған, және ол шірімейді, тозбайды. Ол 100 жыл, 200 жыл сізге қызмет етеді. Міне, бұл жерде сіз бірдеңені баяндадыңыз, яғни контент жасадыңыз. Контент жасау, видео жасау екеуі екі түрлі нәрсе. Сіз арнаңызда контенттерді тек бір бағытта салғаныңыз дұрыс. Спорт каналы болсаңыз, спорттың видеоларын жасап жүріп, бірден ертесіне білім туралы бір видео сала алмайсыз. Немесе білім беру каналы болсаңыз, бүгін мен бір қызықты нәрсе көріп қалдым деп, сол видеоны өзіңіздің каналыңызға сала алмайсыз. Яғни алгоритмнің ең ұнатпайтын нәрселерінің бірі осы. Үшінші қателік — қате талдау немесе қате салыстыру. Мысалы, білім беру каналдарында 10 мың, 20 мың, 30 мың қаралым жиналғаны бұл уже жақсы көрсеткіш. Яғни сіз ойын-сауық каналдарынан қарағанда, мұндай білім беру каналдарында миллиондаған просмотрларды күтпеңіз. Қазір менің арнамада келіп жатыр. Мысалы, YouTube настройкалары туралы айтқан болатынмын, арнаны дамыту туралы кеңестер берген болатынмын. Әрине, ондайлар көп емес, бірақ әрбір видеоның астына жазып кетеді: сенің видеоң неге қаралым жинамаған, сенің неге арнаң өспей жатыр деген сұрақтар маған да келеді. Айтқанымдай, достар, білім арнасынан ойын-сауық арнасы сияқты үлкен қаралымдар күтпеңіздер. Яғни білім арнасы мен ойын-сауық арнасын екеуін шатастырып алмаңыз. Білім арнасы бұл тар ниша, тар аудиторияға арналған ниша. Мысалға, шахмат жайлы түсіріп салатын каналдар футбол сияқты просмотрларды ала алмайды. Егер сіз Алматы қаласы жайлы видео жасайтын болсаңыз,
сіздің салаңыздың ауқымы да сонша болады. Егер жалпы Қазақстан бойынша алатын болсаңыз, ауқымыңыз одан сайын кеңейеді. Талдау жасаған кезде осыған басты назар аударыңыз. Осы жерде бір маңызды нәрсені айтып кетейін. Білім арналары 30 мың, 20 мың орташа қаралыммен жаңағы ойын-сауық арнасындағы миллиондаған просмотры бар каналдардан қарағанда жақсырақ ақша табады. Демеушілік жағынан да және YouTube жағынан да. Сондықтан бұған ешқашан алданбаңыз. Сіз өз каналыңызды тек өзіңіздің қарсыластарыңыз каналдарыңызды зерттеу арқылы ғана салыстыра аласыз. Төртінші қателік жазылушы жинау, яғни подписчик жинау. Және бұл ең қауіптісі. Кейбір комментарияларды көрем, сіз маған жазылыңыз, мен де сізге жазылайын деген сияқты нәрселерді көріп қаламын. Бұл өз каналыңызға жасаған қастандықтардың ең үлкені. Әсіресе 1000 подписчик жинау үшін тырысып жүрген каналдар үшін. Осылай жасасаңыз, өсуі керек болған каналыңызды керісінше өсірткізбей тастайсыз. Яғни өз каналыңызға өзіңіз зиян тигізесіз. Себебі YouTube сіздің видеоңызды сіздің жазылушыларыңызға бірінші ұсынады. Егер сіздің жазылушыларыңыз сіздің өтінішіңіз арқылы жазылған болса каналыңызға, ол сіз ұсынған видеоларды қарамайды. Қарамағаннан кейін YouTube айтады сізге: қара, міне сенің жазылған подписчиктеріңнің өзі сенің видеоларыңды қарамай жатыр. Подписчиктеріңізді бір сүзгі, фильтр ретінде қарастыруға болады. Егер сіздің видеоларыңызды өзіңіздің подписчиктеріңіз қарамай, то есть сүзгіден өтпей қалатын болса, сіздің видеоңызды үлкен аудиторияға да YouTube ұсынбайды. Оның үстіне осындай жолмен жинаған подписчиктің сізге ешқандай пайдасы жоқ. Мақұл, ең көбі 500 подписчик жинады делік. Одан не болады? Одан да 500 подписчик кем болсын. 10 мың жазылушылыға жеткен кезде ол 500 подписчикті сіз көзіңізге де ілмейсіз. Немесе 100 мың подписчиктің ішінде 10 мың подписчик кемей-ақ та қойсын. Маңызды емес. Сізді шынымен көретін аудитория өзі жиналып видеоларыңызды қараған кезде сіздің каналыңыздың дамуы 2-3 есе артатын болады. Оның үстіне 1000 жазылушы 4000 сағатыңыз болсын. Бұдан не пайда? Олар сіздің видеоларыңызды көрмегеннен кейін. Яғни, сіз жазылушыдан ақша таппайсыз, қаралымнан ақша табасыз. Немесе брендтер сізге коллаборация демеуші ретінде келген болса, ол да сіздің қаралымыңызға қарай ақша төлейді сізге. 5-ші қателік thumbnail, яғни мұқаба суреттер мен видеодағы кіріспе. Басқа ең үлкен жасалатын қателіктер мұқаба суреттер, яғни thumbnail, обложкаға және видеоның кіріспесіне мән бермеу. Видеоңыз қаншалықты сапалы болсын, немесе мыңдаған долларлық продакшнда жасасаңыз, бәрібір. Сол видеоның обложкасы нашар болды ма, ол видеоңызды көрмейді. Бұл видеоңыз туралы YouTube-тың да және көрермендердің де тіптен мүлдем хабары да болмайды. Яғни, сіздің көрермендеріңіз бірден қарайтын нәрсесі ол видеоңыздың обложкасы. Одан бұрын әрине SEO жұмыстарында жасауыңыз керек. SEO туралы алдағы уақытта бір видео дайындаймын. Оны да осы каналдан көретін боласыздар. Себебі SEO жұмыстарын жасау видеоларыңызды жүктеген кезде іргетас сол жерден басталады. Одан кейін барып обложкамыз келеді. Қараңыз, обложка, яғни мұқаба суреттер жасау бұл өте маңызды. Мұқаба суретіңіз жақсы болғаннан кейінгі келесі маңызды нәрсе видеоңыздың ағымы. Яғни видеоңыздың басында қызықты фрагменттерді қойыңыз. Қызықты нәрселердің барлығын бас жағында айтыңыз. 5 секунд, 30 секунд настройкалары, бұл ережелері сол видеоларда сақтауыңыз керек. Бұл туралы да бір ұзақ видео дайындап беремін сіздерге. Осы каналда көретін боласыздар. Қазір мына видеом ұзап кетпес үшін қысқа білгілендірме тек айтып кетіп жатырмын. Алдағы уақытта осы каналдан сол видеоларды көретін боласыздар. 6-ші қателік YouTube студионы қолданбау. Менің байқағаным, маған қолдау көрсеткен, немесе көбінесе каналдар маған айтады, осы YouTube студионы қалай анализ жасау туралы менен сұрайды. Яғни, сіздер оны қолданбай жүрсіздер. Қараңыз, бұл YouTube студия аналитикасы сізге барлық нәрсені береді. Видеоларды қай уақытта жүктеу керек, видеоларыңыздың қай жері көрерменге ұнап жатыр, қай видеоларыңызды ашып жатыр,
видеоның басы қызық па, ортасы қызық па, соңы қызық па, барлық нәрсені сізге айтып береді осы YouTube Studio. YouTube Studio'ны сіз өте жақсы деңгейде қолдана білуіңіз керек. Себебі барлық талдауды сізге осы жерде береді. Бұл тақырыпта алдағы уақытта YouTube Studio талдаулары қалай қолданылады деген сияқты бір видео сіздерге міндетті түрде дайындап беретін боламын. Бірақ сіз өзіңіз YouTube Studio'ға кірсеңіз де барлық нәрсе түсінікті көрсетіліп айтылып қойған. Жетінші қателік тұрақтылықтың болмауы. Менің көбінесе байқаған осы қателіктің бірі бұл тұрақтылықты сақтамау. Яғни 3 видео, 5 видео саласыз және менің видеоларым қаралмай жатыр, алгоритмге түспеді деп атасыздар. Соңғы кездері менің видеом рекомендацияға шықпай жатыр, менің рекомендациям жабық деген нәрсені естіп жүрген шығарсыздар. YouTube'да видеоның ұсынылуының тоқтатылуы бар. Оның да себептері белгілі. Видеоңыздың мұқабасының басылуы, яғни CTR деген нәрсе, click-through rate төмен болса, орташа қаралым уақытыңыздың саны төмен болса, видеоларыңыздан ешқандай әсер, яғни лайк, комментарий алмайтын болсаңыз, кейіннен салған видеоларыңыз уже YouTube'та ұсынылмауы мүмкін. Сондықтан айтамын, видеоңызды көрген адамды бастырыңыз, жаңа обложкаңызды көрсетіп видеоңызды бастырыңыз, басқаннан кейін кіргізіңіз, видеоны YouTube аяғына шейін көрсін. Бүкіл алгоритм, негізгі логика осының төңірегінде болады. Алгоритмді анау айтты қатты бүйтіп қиындатып жіберудің қажеті жоқ. Алгоритм дегеніміз бұл робот. Егер видеоңыз мына жерде шығып, лайк, комментарий не алып, уже танымал бұл әсерлер ала бастаған кезде, YouTube-тың алгоритмі, былай тұрған алгоритм бұрылып, сіздің видеоңызды алады да жоғары қарай уже барлығына ұсына бастайды. Алгоритмнің логикасы осы. Ал сіздер қандай қателіктерді жасадыңыздар, жасап жүрсіздер, комментарийға жазып кетіңіздер. Және сол жасаған қателіктеріңіз сіздің каналыңызға қандай зиян келтірді, қандай зиян келтіруі мүмкін, оны да жаза кетіңіздер. Сіздермен болған Мәке блог, келесі видеода кездескенше, Мәке блог YouTube жайлы сізді алға сүйрейтін каналдардың бірі.